безеулер пайда болады. Және одан құтылу жолы мырышты көп мөлшерде қолдану. Яғни асқабақ тұқымын немесе күнбағыс шемішкесін шағу арқылы жоюға болады. Темір жетіспесе адамның терісі ағарып кетіп, иммундық жүйесі әлсіреп, тырнақтары жұмсарады, әрі тез сынғыш болып келеді. Мұз жетіспесе адамда анемия ауруы пайда болады. Ол кезде внимание уделять развитию речи, учить стихи, петь песни, а передачи смотреть с родителями. Спасибо, что уделили внимание. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерге, студенттерге және оқушыларға қолдануға болады. Поэма 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім сайран, оқиғаның басталуы. Екінші бөлім серуен, оқиғаның шиеленісуі. Үшінші бөлім жорық, оқиғаның шарықтау шегі. Төртінші бөлім күй, оқиғаның шешімі. Менің Совет Улхан Шарт поэмасының тақырыбы. Екінші кезеңі improving your writing, reading and listening skills. Үшінші кезең committing to your new language. First, fun and effective ways to learn English vocabulary. A great way to learn English is to find someone who speaks English and to talk to them for 30 minutes every day. Improving your spoken English. Speak a little English every day. Драматургия шығармасындағы қос сөздердің тематикалық сипатын түсіндіргім келді. Үшінші бөлімім жазушының шығармасындағы біріккен өзінің өнерін өзінің мән жоғалып бара жатқандай. Себебі біздің қазіргі домбыраларымыз көптеп қолданыстан нашарлап бара жатыр. Оны сізге көрнекі түрде көрсету үшін мына компьютер сызбаларға назар аударыңыздар. Бұл жерде жалпы домбыра деген кезде адамның ойына бірден дыбыс деген ұғым келеді. Жалпы дыбыс дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз ауадағы тартықтай қалған молекулалар. Міне олардың қозғалысқа негіздері. Біз дыбыс шығарған кезде молекулалар ауада өздерін итерісіп қозғалысқа ене бастайды. Осы енген қозғалыс нәтижесінде әртүрлі тілде ақпарат алмасу жолға қойылып отырғандарды мәдениетаралық коммуникативтік біліктіліктің Қазақстан сияқты дамушы елдегі маңызы зор. Осыған байланысты ағылшын тілінде эквивалентсіз лексикалар, лакона сөздердің ерекшеліктерін қарастыру. Сонымен қатар әлемнің мәдени және тілдік көрінісі өзара тығыз байланысты және бір-бірімен әрекеттесіп, әлемнің шынайы көрінісіне апару. Сол жерде бұл жерде Әлихан Бөкейхановты көсем деп атауымыздың себебі, ол білім жағынан бізді сол революцияға біз қазақ халқы болғандықтан, қызу қанды болғандықтан, үнемі соғысты бірден қарсы шықса, сразу тіпті бірден қарсы шықса, төбелесуге дайын тұратын халықпыз ғой. Бірақ сол кездегі білімнің Менің алып келген тақырыбым қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшеліктері. Бұл ғылыми жобаны алудағы менің ең негізгі мақсатым бұл ұлттық құндылықтарымызды жайлы көп мағлұмат алу және де оны дамытуға өз үлесін тигізу болып табылады. 1922-1926 жылдары Қазақстан Республикасының сол кездегі соғыста Нұр қаласы Ол қоректік балықтар үшін өте құнды, маңызды балдыр болып есептеледі. Бұл ол балдырлардың көптеп шоғырлануына және көптеп су қоймаларында көп болуына көмектеседі. Және бұл балық шаруашылығын арттыруына да септігін тигізеді. Ал зерттеу жұмысының алдағы уақытта үлкен табыстар тілей отырып, бүгінгі дайындалған 3 орын, бірінші, екінші, 3 орын және 3 номинацияны анықтап бұлайғы жасап қойғанбыз. Бүгін 15 қатысушы болу керек. Сондықтан екеуі жетпей қалды, оның себебін анықтаймыз. Сонда 6-ауы бүгін ілініп, жетеуіміз қалып кетті деген реніш болмасын. Бұл бастамасы. Сондықтан барлық жұмыста міндетті тұрған барған жеріңнен барған осы қазір олимпиададан мектеп оқушылар арасында өткен мектепішілік ғылыми жобалар байқауында танытқан терең ізденістері мен тиянақты ойлары үшін 10-шы А сынып оқушысы Омар Аида және оның ғылыми жетекшісі Аралбаев Камилат. Бұл үздік ғылыми жоба деп танығанымыз
қайтадан айтып отырмыз, Ғайда кішкене ғана нені сынып оқушысы Назаралықызы ұл бала және оның бұл да байқадыңыздар, дебаттың әсері. Бала, сен өзін қорғағанда енді керемет қорғадың, әлі де бірақ бұдан да ізденісті көп талап етеді. Ал енді ешкімнің қаласы жоқ. Біздегі бір дайындалған жас ғалым номинациясында ең бірінші бізге оңай болды әділқазыларға. 5-ші әділқазы оқушысы Өмірзақ Ерасыл және оның ғылыми жетекшісі Соломай. Бірінші рет, дұрыс айтасыз. Енді ғылыми жобалар байқауында 3-ші орын алған үшін 9-шы А сынып оқушысы Қазақбай Айдана екінші орын алғаны үшін 10-ші А сынып оқушысы Шаймерден Гүлназ және қазақша, орысша кімнің Ғайданада тек қана ерекшелігі керемет өзі ұстады да, бірақ екі тілмен қатар тереңірек кім дайындалғанда. Бірінші орын 10-ші Б сынып оқушысы Мұсылманқұл Сымбат. Сымбат, әне бұны жақында келді мектептен қайтып, сол кезде мен білім алушы кезім апай қайтып. Білім тек қана осы мектепте бар екен, шымкент менің көңіліме қонбақ деді, кейін бір жаман нәрсемен ауылға түсіп қалды. Сол кезде маған қайта сөз берді, апай, бүгіннен бастап мен 100% өзгеремін деп. Міне өзгергенін көрсетті.